Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен сұлы жармасынан жасалатын гранула дайындайтын боламыз. Грануланы осы рецептпен жасап жүргеніме бірнеше уақыт болды. Өзіме ұнайды. Алдымен кішкентай кастрөлге сары май мен балды салып, отқа қойып, ерітіп аламыз. Сұлы жармасына грек жаңғағын салып, үстіне жаңағы еріген сары май мен балды салып, жақсылап араластырып, 15-20 минутқа қалдырып қоямыз. Одан да көбірек уақытқа қалдырсаңыз тіпті жақсы. Өйткені сұлы жармасы сары май мен бал үшеуі араласып, бір-біріне сіңуі қажет. Сонымен қатар қалауыңыз бойынша кептірілген жемістер немесе жаңғақтың басқа да түрлерін қоссаңыз болады. 20 минут уақыт өткен соң пергамент қағазы төселген противенге массамызды біркелкі етіп жайып, алдын ала 170 градуста қыздырылған пеште 15-20 минут сәл қызарғанша пісіреміз. Пісу уақыты сіздің духовкаңызға байланысты. Грануланы сүтпен араластырып таңғы асқа жесеңіз болады, немесе шай ішкен кезде тіске базар ретінде жесеңіз де дәмі керемет. Видеоны көргендеріңізге рахмет, рецепт сіздерге ұнады деген үміттемін.